Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге әйгілі әрі өте дәмді фунчоза салатын бірге дайындайтын боламыз. Сонымен салатымызды жасауға кірісейік. Ең алдымен осындай фунчозаға арналған лапшаны ыдысқа салып, үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып, 10 минут шамасында тындырып қоямыз. Лапшаны ыстық суда 10 минуттан артық ұстамаңыздар, себебі езіліп кетуі мүмкін. Лапша дайын болған соң, оны осындай дұршылаққа салып, артық суынан сырғытып аламыз. Ал енді фунчоза салатының салмасын дайындайық. Пияз, болгар бұрышы және етті видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап шығамыз. Сәбіздерді өткіштен өткіземіз. Табаны отқа қойып, 50 мл шамасында өсімдік майын құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға етті салып, орташа отта жұмсақ етіп қуырып аламыз. Пияз салып, пиязды аздап қана қуырып аламыз. Пиязды қатты қуырудың қажеті жоқ. Осы видеода көрсетілгендей қуырылса жеткілікті. Пияздың үстіне үткіштен өткізілген сәбізді және туралған болгар бұрышын салып, 1-2 минут шамасында орташа отта қуырамыз. Сәбіз бен болгар бұрышы осылай қуырылуы керек. Қиярларды да ұзынша етіп турап шығамыз. Және де фунчозаға өз қалауыңыз бойынша кез келген ас көкті қолдансаңыз болады. Мен бүгін укропты қолдандым. Сарымсақты өткіштің осындай ұсақ бөлігінен өткіземіз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің лапшамыз да дайын. Енді осының үстіне салмасын саламыз. Және де фунчозаға арналған дәмдеуіштерді салып шығамыз. Достар, фунчозаға қосылатын бүкіл ингредиенттер мен дәмдеуіштерін видеоның астындағы описаниедан таба аласыздар. Және де бұл рецептте мен соя тұздығын қолдандым, бірақ соя тұздығын өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады. Фунчозаға міндетті түрде қуырылған күнжіт қосу керек. Сонда дәмі ерекше болады. Ал енді салатты жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз да дайын. Достар, егер сіздерге бүгінгі видео рецепт ұнаған болса, дәл осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және комментарийға өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.